Достарым, қалдарың қалай? Бүгін сіздерге 78-ші сабақты 2-ге көбейту кестесін үйрететін болам. Өте оңай, менімен бірге үйреніп алыңыздар, я? Енді келесі бірінші сабақтан бастаймыз. Бірінші сабақты мына жерге жазып отырамын. Бірінші сабақ. Яғни суретте және үлгіні пайдаланып өрнектердің мәнін тап дейді. Сіздерге былай түсіндірсем болады. Жалпы 2-ге 2-ні қоссақ 4 екенін білеміз ғой. Ал 2-ге 2-ні көбейтсек ол да 4 шығады. Ал 3-ге 3-ті қоссақ 6 екенін білеміз. 3 пен 2-ні көбейтсек ол да 6 шығады. Енді мына жерге үлгі беріп қойған бізге. Яғни не істейміз? 4-ті көбейтеміз 2-ге. Неге 2 деп аламыз? Өйткені 4-тен санаймыз. Бұл 4 деген мән 1-де болғандықтан нешеу бар соған көбейтеміз. Яғни 1, 2. Демек 4-ті 2-ге көбейт деген сөз 8 болады. Мұнда 9-ды жазамыз. 9-дан 2 бар. 9-дан 1, 2 көбейтеміз 2-ге. Яғни 18. Енді қоссаңыздар да 8 шығады. Көбейтсеңіздер де 8 шығады. 9-да да қоссаңыздар 18, көбейтсеңіздер де 18 шығады екен. Келесі досым, бірінші есебі шығардық. Келесі екінші есепті қарайық. Санды 2-ге көбейту кестесін жатта және оны қолдануды үйрен дейді. Енді бірге жаттайық. Мен сіздерге соны үйрететін боламын қазір. Мына жерде қараңыздар. Енді бірге жаттаймыз. 2-ні досым бірге көбейтетін болсақ 2 болады. Оны 2 жердегі бірім 2 деп айтамыз. 2-ні көбейтеміз 2-ге, ол 4 болады. Менімен бірге қайталаңыз. 2-ні 3-ге көбейтсек 6 болады. 2-ні 4-ге көбейтсек 8 болады. 2-ні 5-ге көбейтсек 10 болады. 2-ні 6-ға көбейтсек 12 болады. Және де 2-ні 7-ге көбейтсек 14 болады. 2-ні 8-ге көбейтеміз 16 болады. 2-ні 9-ға көбейтеміз 18 болады. 2-ні кестеде жоқ екен, бірақ жазып қоям. 10-ға көбейтсеңіз 20 болады. Яғни бұл көбейту кестесі. Бұны міндетті түрде жазып аласыздар. Енді осының бөлу тәсілін сізге көрсететін болам. Бөлу тәсілі. Мына жерде шыққан мәндерді кез келген мәнге бөлеміз. Мысалға, мына 2-ні 1-ге бөліп тастасақ. Қараңызшы, мына тұрған 2-ні мына 1-ге бөлсек, онда мына 2 шығады. Бізде мына 2-міз шығады. Ал егер мына 2-ні мына бірінші тұрған 2-ге бөлетін болсақ, 2-ні 2-ге бөлетін болсақ, онда мына 1-міз тұрады. 1 шығады. 2-ні 1-ге бөлсек 1, 2-ні 2-ге бөлсек 1 шығады. Енді қараңыз, мына екеуінің көбейтіндісі мына бастапқы мән шығу керек. Ал мына екеуінің көбейтіндісі бастапқы мәніміз мына 2 шығу керек. Түсінікті деп ойлаймын. Келесісін басқа түспен шығарайын. Мынаны мен бұлай қызыл түспен жазып қояйын. Енді мына 4-ті бөлсеңіз 2-ге, мына 4-ті мына 2-ге бөлсеңіз мына 2 шығады. Ал мына 4-ті 2-ге бөлсеңіз тағы да не істейді? 2 шығады. 2 реттен жазып отырайын. Келесі 6-ны жазамыз. 6-ны былай жазуға болады, достар. 6-ны мына 3-ге бөліп жіберсек, мына жердегі 2-міз шығады екен. Ал 6-ны мына бірінші тұрған 2-ге бөліп жіберсек, онда 3 шығады екен. 3 пен 2-ні көбейтсеңіз 6 болады, 2 мен 3-ті көбейтсеңіз де 6 болады, я? Келесі мына жердегі 8-ді былай жазуға болады. 8-ді 2-ге бөлсек, онда мына 8-ді мына 2-ге бөлсек, ортадағы 4-міз шығады. Ал 8-ді керісінше 4-ге бөліп жіберсек, онда 2 болады. Яғни 4 пен 2-ні көбейтсеңіз, мына 8 шығу керек. 2-ні 4-ге көбейтсеңіз, мына 8 шығу керек. Келесі 10-ды. Келесі 10 деген мәнді қарасақ, 10-ымызды 5-ге бөлсек 2 болады. Керісінше 10-ымызды 2-ге бөлетін болсақ 5 болады. 5 пен 2-ні көбейтсеңіз 10 шығады. 2 мен 5-ті көбейтсеңіз 10 болады. Келесі
мына тұрған 14 деген мәнді түсіндірейін енді. Мына 14-імізді бөлсек, мына 7-ге, онда мына тұрған 2-міз шығады. Ал егер 14-ті керісінше 2-ге бөлсек, мына 14-ті мына 2-ге бөлсек, ортадағы 7-міз шығады. Мына 2 мен 7-нің көбейтіндісі мына 14-ке тең болу керек. Мына 7 мен 2-нің көбейтіндісі 14-ке тең болу керек. Келесі достарым, үшіншіде көбейтуді орындайтын боламыз. 2-ні 3-ке көбейсек 6 болады, 2-ні 4-ке көбейсек 8 болады, 2-ні 5-ке көбейсек 10, 2-ні 6-ға көбейсек 12. Осы 2-мізді 7-ге көбейсек 14, 2-мізді мына 8-ге көбейтеміз 16, мына 2-ні 9-ға көбейсек 18. Енді қараңыздар. Мынау 6-ны, мына 4-ті дейді 2-ге бөлсек дейді 2 болады. Қараңызшы. Яғни, мына екеуінің көбейтіндісін 4 екен біліп тұрмыз, е? Енді осы 6-ны мына жерде 2-ге бөліп таста дейді. Онда 3 болады. Ал 2 менен мына 3-тің көбейтіндісі 6-ға тең екенін білеміз. Мынау астында тұрғандар жазбай қойыңыздар. 8-ді 2-ге бөлсек, онда 4 болады. 10-ды мына жерде 2-ге бөлсек 5 болады. 12-ні 2-ге бөлсек 6 болады. 14-ді 2-ге бөлсек 7 болады. 16-ны 2-ге бөлсек 8 болады. 18-ді 2-ге бөлсек 9 болады. Келесі есебімізде 2-ге бөлінетін 4-ші есепте 20-дан бастап жұп сандарды кему ретімен, ал 20-ға дейінгі сандарды өсу ретімен тақ сандарды жазуымыз керек екен. Нөмір 4 деп қояйық. Қараңыз, 20-дан бастап жұп сандарды кему ретімен. Демек, 20-дан бастаймыз. 20-дан кейін 2-ге кемітеміз. Яғни, 18 болады, 16 болады, 14 болады, 12 болады, және 10, яғни 8, 6, 4, 2 болады екен. Енді 20-ға дейінгі тақ сандарды өсу ретімен десе, онда 1-ден бастаймыз. 1, 3, 5, 7, 2-ге артады 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20-ны жазбаймыз, 21 жазбаймыз, 20-ға дейін деді. Келесі 5-ші есепте мысалдарды түсіндіре отырып шығар дейді. Үлгіде қараңыз, мына 20-ны біз нешеде қалай жазушы едік? 20-ны жазған кезде 2 ондық деп жазатын едік. Демек, осыны қалай көбейткен? Мына 2-ге 2-ні көбейте салғанда 4-ті жазған, одан кейін ондықты жазып қойған. Сонда 4 ондығымыз бізде нешені беруші еді? 40 деген санды білдіретін еді. Жауабы 40 екен. Мына жерде енді бөлу тәсілінде 600-імізді қалай жазатын едік? 600-дік еді, 600-дікке тең еді. Демек, 600-ді бөлген кезде 2-ге, онда 600-дік деген, оны 2-ге бөлген. Сонда мына 6 мен 2-ні бөле салған, ол 3-ке тең. Және мына 100-дікті қасына жазып қойған 300-дік деп. Ал 300-дігіміз нешеге тең болады? 300-дік әрине 300-ге тең болады. Демек, есебіміз осылай шығады екен. Енді осы үлгіні пайдаланып, біз 5-ші есепті жалғастырып шығарайық. 5-ші есебімізде 30 көбейту 2 деп тұр. Оны қалай жазамыз? 3 ондық деміз, көбейтілген 2 деміз. 2-ге 3-ті көбейте аламыз ғой, 6 болады, ондық деміз. 6 ондығымыз нешеге тең? Әрине 60-ға тең. Келесі 800 бөлінген 2 дейді. 800-ді 8 жүздік деп жазамыз. Бөлінген 2 дейміз. 8-ді 2-ге бөлсек неше болады? 4 болады. Және де жүздікті жазамыз. 400-үгіміз әрине 400-ге тең. Келесі досым 40 килограмм көбейтілген 2 дейді. 40-ті қалай жазамыз? 4 ондық
және килограммды мына жақшаның ішіне алып қойсаңыз болады. Көбейтілген 2, сонда 4-ке 2-ні көбейтсек 8 ондық болады екен. 8 ондығымыз ол 80-ге тең, және мына килограммды қасына жазып қоямыз. Келесі 100 сантиметр бөлінген 2 дейді. 100-ді қалай жазамыз достым? 10 ондық деп жаза аламыз, е? 100 жүздікті ондық деп жаза аламыз. Яғни ондық жерде. Ондық, яғни 1 ондық, немесе 10 ондық деп жазсақ болады. 10 ондықты бөлеміз 2-ге. Сонда 10-ды 2-ге бөлсек 5 екенін білеміз. 5 ондық сантиметр. Яғни 5 ондығымыз ол 50-ге тең болады. Сонда 50 сантиметр болады екен. Келесі досым, 6-шы есепті қарайық. Нөмір 6-ны қараймыз. Не жерде нөмір 6. Есептерді шығар дейді. Асымына қараймыз. Әрқайсысында 7-ден 2 қалташа асық бар дейді. Қалташалардағы асықтар нешеу дейді. Яғни мұна көріп тұрған қалташаларымыздан 2 қалташа бар. Сонда бір қалташада 7-ден екен. Демек, онда 2 қалта, біреуінде 7 болса, екіншісінде де 7 болады. Осы 7-ні не істесек болады? Бірдей болғандықтан былай шығаруға болады. 7-ні көбейтеміз 2-ге. Сонда 14 болады. Әсінде сайысқа 10 бала қатысты, олар 5 топқа тең бөлініп тұрды. Әр топта неше бала бар дейді. Сайысқа 10 бала қатысса, олар 5 топқа бөлінді десе, онда оны 5-ке бөліп жібереміз. Сонда 2 болады. Әр топта неше бала бар? Әр топта сонда 2 баладан бар. Сонда топты нешеге бөлген? Топты 5-ке бөлген. Бірінші топ, екінші топ, мынау үшінші топ, мынау төртінші топ, және мынау бесінші топ. Сонда әр қайсында 2 баладан болған, барлығы 10 бала. Келесі досым, асын шығардық, әсін шығардық. Енді нөмір 7-ші есепті шығарады екенбіз. Тиімді тәсілмен есепте дейді. Яғни 24 қосу 15 қосу 26-ны беріпті. Өздеріңіз қарасаңыздар, тиімді тәсілі мұна екеу болып табылады. Себебі екеуін қосқан кезде бізде мұна 4-ке 6-ны қосқанда бізде 10 береді. Сондықтан бұлай істеуге болады. Жақшаны ашасыз, 24-ке 16-ны қосасыз. Қосамыз 15-ті тең. Қосқан кезде, достар, соңынан бастап қосастар. Яғни 4-ке 6-ны қосып аламыз. Сонда неше болады? 10 болады, е? 10 болса, 0-ін жазып, 1-ін ойда ұстаймыз. 2-ге 1-ді қосамыз. Бағана ойдағы 1-ді міне жерге жазып қойын. 2-ге 1-ді қосамыз. Сонда 3 болады, ойдағы 1-мен міне жерде 4 екен. Енді қосуды қойып, мына 15-імізді қайта жазамыз. Сонда 0-ге 5-ді қоссақ 5 болады, 4-ке 1-ді қоссақ 5 болады. Есептің жауабы 55. Келесі екінші есеп. 43-ті қосамыз 22-ге, қосамыз 17-ге. Яғни 43 пен 17-ні қосқан бізге тиімді. 43-ке қосамыз 17-ні, қосамыз 22-ні. 3-ке 7-ні қосып аламыз досым. Мұна жерге жаза берейін, менде симайтын болғасын. Сіз дәптеріңізге дұрыстап жазасыз. 3-ке 7-ні қосамыз 10, 1-ін ойда ұстаймыз. 4-ке 1-ді қосамыз 5, ойдағы мен 6. Қосамыз 22-ні. 0-ге 2-ні қоса 2 болады. 6-ға 2-ні қоссақ 8 болады. Келесі, жақшаның ішінде 16-ға қосамыз 43-ті, қосамыз 27-ні дейді. Енді тиімді тәсілмен қосу үшін жақшаны ашуға болады. Демек, 43-ке керісінше
27-ні қосып, оған 16-ны қоссақ болады. Сонда 3-ке 7-ні қоссақ не жерге жазайын? 10 болады. Бірін ойда ұстаймыз. 4-ке 2-ні қосамыз 6, ойдағымен 7. Оған қосамыз 16-ны. 0-ге 6-ны қосамыз 6, 7-ге 1-ді қосамыз 8 болады екен. Келесі досым. 36-ға қосамыз, жақшаның ішінде 24-ті қосамыз 33-ке. Тиімді тәсілмен қоссақ, міне жерде 36-мызға қосып аламыз 24-ті. Керісінше, одан кейін 33-ті. 6-ға 4-ті қоссақ 10 болады бір ойда. 3-ке 2-ні қосамыз 5, ойдағымен 6. 33-ті жазам. 0-ге 3-ті қосамыз 3, 6-ға 3-ті қосамыз 9. Сонда 90 шығады. Келесі досым нөмір 8-ші есепті қарайық. 3, 6, 7, 8, 9 сандарының арасынан жұп сандарды тап дейді. Және оларды 2 есе кеміт дейді. Нәтижені жаз, шыққан теңдіктерді түрліше оқы дейді. Ендіше жазайық. Бірінші деп қояйын. Бірінші біз есептің шарты бойынша жұп сандарды теріп жазып алуымыз керек. Яғни жұп сандарға бізге не жатады? 3 жатпайды, 6 жатады және 8 жатады. Сондықтан екеуін ғана жазам. 6 және 8. Енді екінші сұрақ бойынша оны 2 есе кемітеді. Енді 6-ны 2-ге кемітетін болсақ, 2 есе десе 2-ге бөл деген сөз. Біз бірінші сыныпта досымыз білетін едіге, кеміт деген сөз азайтуды білдіреді. Ал есе деген сөз қосылса, онда ол бөлуді білдіреді. Демек, 6-ны 2-ге бөлсек, неше болады? 3 болады. Мына 2 мен 3-ті көбейсеңіз, 6 шығу керек. Келесі 8-ді 2-ге бөлсек, неше болады? 4 болады. Нәтижені жазды. Шыққан теңдіктерді түрліше оқы дейді. Яғни 6 бөлу 2 тең 3-ке, 8-ді бөлем 2-ге тең 4-ке. Келесі 9-шы сабаққа қараймыз. Енді 9-шы сабағымызда суретте неше түзу мен кесінді бар. Осы фигуралардың қиылысуынан шыққан фигураны ата дейді. Демек, мына жерде түзуді жазайын. Түзу дегеніміз осындай сызықты айтамыз. Келесі кесінді. Кесінді деп екі жағы нүктемен бітетін түзуді айтады. Яғни бұл бізде кесінді болып табылады. Енді суретке жақсылап назар аударсаңыз, мұнда бірінші біз түзуді қарасақ, яғни демек, мынау бізде 1 түзу, 2 түзу, және де 3 түзу екен. Демек, 3 түзу саны 3-еу. Не жерге жазып қойын? 3-еу кесінді. Кесінді. Яғни 1 кесінді, 2 кесінді, және де 3 кесінді. Демек, суретте қандай фигура шықты? Яғни бізде 3 бұрыш деген фигура шықты. Осымен достар, 78-ші сабақ толығымен аяқталды. Каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Сау болыңыз.